Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз менструация кезіндегі ауырсынудан арылуға көмектесетін йога жаттығуларын жасаймыз. Бұл жаттығулар іштің бұлшықеттеріне ешқандай әсерін тигізбейді, ал белдің бұлшықеттерін жайбендеп созады. Ал кәне бірге бастайық. Ол үшін біз жақсылап жерге отырамыз, бүкселерімізді шығарамыз, кеудемізді алға қарай, иықтарымызды артқа қарай тартамыз. Ішпен дем аламыз, ауаны ішке жинадық, дем шығарамыз, ішімізді тартамыз. Дем алдық, ішке жинадық, дем шығардық, ішімізді тартамыз. Алақандарымыз аспанға қарайды, көзіміз жұмулы, бар ойымызды тоқтатамыз. Ал енді жаттығуға кірісеміз. Ол үшін біз бірінші тұрамыз. Табандарымыз иық деңгейінің астында. Қолдарымызды жоғары қарай көтердік, жақсылап шалқаямыз. Кеудемізді кереміз. Алға қарай еңкейеміз. Қол, арқа және аяқтарымыз түп-түзу болу керек. Аяқтың артқы жағы созылған кезде ғана алға қарай еңкейеміз. Тіземіз бүгулі. Осы жерде бел мен арқаны жақсылап созамыз. Шынтақтардан ұстадық, оңға және солға қарай теңселеміз. Қолдарымызды жерге қойдық, 4 аяқтап тұруымыз. Тізелеріміз жамбас деңгейінде, араларында 20 сантиметрдей орын болу керек. Ал білезік тура иық буын астында. Дем алған кезде бел омыртқа сәл ғана иіледі. Дем шығарған кезде ішімізді тартып, құйрықты ішке қарай айналдырамыз. Маңдай мен кіндікті бір-біріне қарай тартамыз. Жерді итеріп, арқаны жоғары қарай шығарамыз. Дәл осылай жалғастырамыз. 10 рет. Дем алдық, дем шығардық. Енді екіншісін жасаймыз. Жоғары нүктеден барып, жамбасты төмен қарай созамыз. Жерге тигеннен кейін барып, шынтақтар жерге түседі, алға қарай сырғаймыз. Дәл осы айналымды 10 рет жасаймыз. Жамбас артқа қарай тартқан кезде асықпаймыз. Алға және жоғары көтерілген кезде жылдамдатуға болады. Вдох алға қарай, выдох артқа қарай. Вдох алға, выдох артқа қарай. Енді жамбасты солдан оңға қарай 5 рет айналдырамыз. Және кері. Оңнан солға қарай 5 рет айналдырамыз. Бел омыртқада жұмыс жасайды. Сол қолымызды жоғары қарай көтердік, кеудемізді аштық, дем шығарамыз. Сол оң қолдың астына қарай сүңгейміз. Шынтақты басты қойдық, оң қолды құлақтың қасынан асырдық. Дем алдық, дем шығарған кезде барлық бұлшықетті босатамыз. Жаймен деп тұрамыз. Енді оң жаққа жасаймыз. Оң қолды жоғары қарай көтердік, кеудемізді ашамыз. Сол қолдың астына қарай сүңгідік, барынша сол жаққа қарай жібердік, басымызды қоямыз. Дем алып, дем шығарамыз. Келесі жаттығуға көшеміз. Сол аяқты алға қарай қойдық.
оң аяқты артқа қарай тартамыз. Бұл жерде оң аяқтың алдыңғы жағы созылу керек. Сол аяқтың тізесі сол аяқтың өкшесінен асып кетпесін. Сәл ғана жамбасты алға қарай итереміз, сол кезде тартылғанын сезесіздер. Осы жерде терең дем алып, баяу дем шығарамыз. Енді осы сол аяқты өкшесін өзімізге қарай тартамыз, шапқа қарай. Ал оң жамбасты сол өкшеге қарай тартамыз. Алға қарай еңкейсек болады. Жаймендеп көтерілеміз. Аяқтарымызды ауыстырамыз. Енді алға оң аяқты қойдық. Тізені өкшенің дәл үстіне келтірдік. Жамбасты алға қарай итереміз. Сол аяқтың алдыңғы жағын тартылу керек. Және де кеудемізді, басымызды жоғары қарай тартамыз. Терең дем алып, терең дем шығарамыз. Оң аяқтың табанын шапқа қарай тартамыз. Жамбасымыз жабық. Сол жамбас пен оң өкше бір-біріне тиіп тұру керек. Алға қарай еңкейеміз. Осы жерде толық босаңсытамыз. Жоғары қарай көтерілдік. Оң аяқтың табанын қырымен жатқызамыз, шапқа қарайды. Тіземіз жанға қарайды. Бүкселерімізді шығарамыз. Сол аяқтың ұшын өзімізге қарай тартамыз. Қолдарымыз жоғарыда, ұзыннан алға қарай, аяққа қарай еңкейеміз. Дем шығарған сайын төмен қарай тартыламыз. Жоғары қарай көтердік, оң аяқты көтереміз, табанын жерге тіредік. Созылдық жоғары қарай. Кеудемізді оңға қарай бұрамыз. Оң қол төменде, сол қол шынтақ тізенің бергі жағына шығады. Өзіміз оң жаққа қараймыз. Ішімізді тарту керек бұл жерде. Енді екінші жағына жасаймыз. Сол табанды қырымен шапқа қойдық. Бүксемізді шығарамыз. Оң аяқтың ұшын өзімізге қарай тартамыз. Қолдарымыз жоғарыда жақсылап созылдық. Сосын еңкейеміз. Бірінші ішті, төсті, сосын барып маңдайды жерге қарай тартамыз. Көтердік, табанды жерге тіредік, жоғары қарай созылдық. Енді сол жаққа қарай бұрамыз. Сол қол жерде, оң шынтақ сол тізені итереді. Өзіміз солға қараймыз. Келесі жаттығуға көшеміз. Аяқтарымыз алда, табандарды бір-біріне қостық. Қолдарымыздың көбейімізбен өзімізге қарай тартамыз. Ал тізелерді жерге қарай тартамыз. Бір көтеріп, бір түсіреміз. Кеудемізді алда және алға қарай еңкейеміз. Көтерілдік, оң аяқты ұзын күйінде создық, ал сол табанды өзімізге қарай тартамыз.
бөкселерді жерден шығардық. Оң қолымыз аяқты ұстайды. Сол қол жоғарыда, құлақтың қасынан, жоғарыдан оң аяққа қарай тартылады. Дем шығарған сайын төменге түсеміз. Қолдарымыз аяққа жетпеуі мүмкін, жоғарыда қалсақ та болады. Енді дәл осы жаттығуды екінші жаққа жасаймыз. Сол аяқты создық, аяқтың ұшын өзімізге қарай тартамыз. Оң табан чапқа қарай. Жоғарыдан дем алдық. Дем шығарған кезде сол аяққа қарай тартыламыз. Жоғары көтерілдік. Келесі жаттығу үшін бізге арқамызбен жату керекпіз. Бармақтарды ұстадық. Шынтақтарды екі жаққа қаратамыз. Тізелерді төмен қарай созамыз. Оңға, солға теңселеміз. Тізелерді кезекпен кезек жерге тигізуге тырысамыз. Шайқалмай тұрамыз. Барынша тізелерді жерге қарай тарттық. Тізелерді бір-біріне қостық. Бір аяқты создық. Екінші аяқты өзімізге қарай тартамыз. Және сол жаққа қарай тізені жерге тартамыз. Өзіміз оңға қараймыз. Иықтарды жерден көтермейміз. Белдің бұлшықеттерін тартамыз. Аяқтарды ауыстырамыз. Енді сол аяқты өзімізге қарай тарттық. Тізесін бүгіп, оң жаққа қарай, төменге қарай тартамыз. Өзіміз солға қараймыз. Сол иықты жерден көтермеуге тырысамыз. Аяқтарды жайдық. Жақсылап алақан аспанға қарайды. Сәл бірнеше секунд дем аламыз. Демімізді қалпына келтіреміз. Жаймендеп тұрамыз. Енді соңғы жаттығу қалды. Баласын деп аталады. Бізге ол үшін жамылғыш керек, яғни плед. Сол пледті ораймыз. Ішімізбен аяқтың ортасына қоямыз. Және де жастық керек. Жастықты екі аяқтың ортасына саламыз. Осы жерден төмен қарай түсіреміз. Осы жерде демалсақ болады. Бұл жаттығуды басында жасауға да болады, немесе соңында да жасауға болады. Дәл осы жағдайда телефон қарап демалсақ та болады. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет.
менің каналымда сізге пайда болатын тағы да басқа видеоларым бар. Ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, маған жазылып кетіңіздер. Рахмет.